Сәлеметсіңдер ме оқушылар, ана тілі 1-ші сынып. Бүгін бізде 101-ші сабақ, қайталау сабағы деп аталады. 1-ші жаттығу, мақалды көркем жаз. Туған жер, алтын бесік. Мақалдың мағынасын түсіндір. Әрбір адамның, тіпті құстар мен жан-жануарлардың туған жері өздеріне ыстық болады. Оған дәлел, алыс кетсең сағынасың. Басқа жерде өз туған жеріңде емін-еркін жүре алмайсың. Тіпті құстардың өзі жыл мезгілінде туған жеріне келуге асығады. 2-ші жаттығу, жұмбақтарды шеш, шешуін айт. 1-ші жұмбақ, қос құлақты жүз түсті, жүзінен бір-ақ із түсті. Бұл жұмбақтың жауабы ара. 2-ші жұмбақ, еңбегі бапты, емгені тәтті, өмірлік нәрін гүлдерден тапты. Балалар, бұл жұмбақтың да жауабы ара екен. Жұмбақтардың шешуіндегі сөздердің мағынасын түсіндір. Балалар, бұл жұмбақтардың шешуіндегі сөздер бір-біріне ұқсас болғанымен, бірақ мағыналары әртүрлі. 1-ші жұмбақтың шешуіндегі ара, ол кәдімгі ағашты кесетін, аралайтын құралды айтып тұр ара деп. Ал 2-ші жұмбақтың шешуіндегі бұл кәдімгі ұшатын, бал жинайтын, гүлге қонатын кәдімгі жәндік араны айтып тұр. Демек, ара сөзі амоним сөздерге жатады. Амоним сөздер дегеніміз айтылуы мен жазылуы бірдей, бірақ мағынасы әртүрлі мағына беретін сөздерді айтады. 3-ші жаттығу, сызба бойынша тиісті сөздерді айт. 1-ші, заттың атын білдіретін сөздер, бұлар зат есім деп аталады. 2-ші, заттың қимылын білдіретін сөздер, бұлар етістік деп аталады. 3-ші, заттың сынын білдіретін сөздер, бұлар сын есім деп аталса. 4-ші, заттың санын білдіретін сөздер, бұлар сан есім деп аталады. Балалар, бұл ортақ сөз таптарына топталады. Яғни зат есім, сын есім, етістік, сан есім, бұлар сөз таптарына жатады екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз бүгінгі аяқталды. Бұл сабақ сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Видеоға лайк басып, міндетті түрде осы каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Алдағы сабақтарды бірден және де оңай тауып алатын боласыңдар. Назарларыңа рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.